Айранды түнде ішудің мүмкін пайдасы. Ішек микрофлорасын жақсартады. Айрандағы пробиотиктер асқазан ішек жүйесіне пайдалы болуы мүмкін. Қоректік заттар, кальций, ақуыз, витаминдер сүйек пен бұлшық ет үшін қолайлы. Қорытуды жеңілдетуі мүмкін, әсіресе ауыр тамақтан кейін жеңілдейді. Күні бойғы дегидратацияны кемітеді, сұйықтық ретінде таңдайды. Кейбір адамдарға жеңіл тынышталу және ұйықтауға дайындалуға көмектесуі мүмкін. Жеке әсері әркімде әртүрлі. Назар салу керек қауіптері, кемшіліктері. Айранда тұз болуы мүмкін. Күнделікті көп мөлшер тұз тұтыну жоғары қанды қысымға әсер етеді. Лактозаға сезімтал сүт аллергиясы бар адамдарға тиімсіз немесе зиян. Егер сіз диетада калорияны азайтқыңыз келсе, айран қосымша калория болуы мүмкін. Операциялық дәрігер тағайындаған диета, кейбір препараттар немесе созылмалы аурулар, мыс, бүйрек ауруы болған жағдайда дәрігермен кеңес керек. Қалай ішу дұрыс? Ұсыныс: күніне 150-300 мл шағын стақан аз тұзды айран жеткілікті. Қатты тоңазытылған емес, бөлме температурасында, немесе салқын суық емес, өйткені өте суық тағамдар кейбір адамдардың ұйқысы мен қорытуына әсер етуі мүмкін. Егер өзіңіз дайындасаңыз, бір бөлме йогурт 0,5, бір бөлік су, аз ғана тұз балаңыз. Жақсы. Бал, жеміс қосып тәттілеу ұйқыға әсерін өзгертеді. Мөлшерін бақылаңыз. Кімге тыйым сақтық керек? Лактозаға сезімталдар, сүт аллергиясы барлар ауыстырып кефирсіз немесе өсімдік негізіндегі пробиотиктер қараңыз. Жоғары қан қысымы барлар тұзды азайтыңыз немесе толығымен тұзсыз нұсқаны таңдаңыз. Созылмалы ауруларыңыз болса немесе дәрі-дәрмек ішіп жатса, дәрігерге хабарласыңыз. Қорытынды: ішектің күнде, түнде ұйықтар алдында шағын мөлшерде аз тұзды айран ішу көп адамдарға пайдалы болуы мүмкін. Микрофлорасын қолдайды, кальций мен ақуыз береді. Бірақ тұз мөлшеріне, лактоза сезімі мен жеке ауруларға назар аударыңыз. Қандай да бір күмән болса немесе сізде созылмалы аурулар болса, дәрігермен кеңескен дұрыс.